aldida tursa, jіңішке болады. Ал артта тұрса, жылағыз болады. Жіңішке екен. Ашық, езілдік, жіңішке, дауысты, дыбысы. Сөздің басында, ортасында келеді, соңында келмейді. Болса апайды тыңдаймыз. Енді П. Келесі сөзбен танысамыз. Жоқ, қоя берсін бірден. Дұрыс қалай өткен. Апай, көмір, қатан деп ойлайды. Хорошо. Қатан деп ойлайды. Көреріз, апай бірге танысамыз. Болды. Жақсы, біреу ұялда ойлайды. Болды. Болды, шуламаймыз. Бүгінімізде жаңа әрі. Өздерін танитын шығарсыздар. Жарайсыздар, танитындар, жарайсыздар. Мен қазір Тыңдашы болды. тоқтаңдар. Мен қазір жұмбақ жасырам. Бірге ойланып тауып көрейсіз ма? Қорықпайды күшті аңнан, қорқады тек тышқаннан. Жоқ. Тышқаннан мысық қорықпайды ғой. Тыңдашы, күшті аңның бәрінен қорықпайды. Мысық қорқады ғой талайынан. Енді мынаны жақсы тыңдапайық. Күштілердің бәрінен қорықпайды. Арыстаннан, жолбарыстан да қорықпайды. Бірақ мынандай тышқаннан қорқады. Тамаша. Жауабы бізде Бір арыстан жолбарыс ештеңеден қорқады. Бірақ мынандай тышқаннан қорқады. Неге? Дұрыс. Өйткені тұмсығына кіріп кетеді. Тұмсығына кіріп кетсе, кіріп айтеді, тыныш ала алмайды. Өліп қалады. Тышқан оны өне екен деп кіріп кетеді тұмсығына. Тұмсығы ұзын тұмсығы. Содан кейін бір өліп қалады екен. Көрдік па? Мынандай тышқаннан өліп қалады екен. Сол үшін тышқаннан қатты қорқады екен. Арыстан аю ештеңеден қорқпайды. Ал тыңдаймыз. бізде бүгінгі дыбыс. Дұрыс айтасыздар? Бізде қандай әріптен басталып тұр? Қуа әріптен басталып тұр. Бұл бізде дауыссыз қатаң дыбыс. Себебі ол бізде қараңдар, ерекшесі бар. Тыңдаймыз. Өздері таппады иә сізге? Жарайды. Дауыссыз дыбыс. Дауыссыз дыбыс. Бұл дыбысты айтқанда өкпеден шыққанда ауа қысылып шығады. Сол себепті дауыссыз қатаң дыбыс П болады. Түсіндіңдер ма? П қандай дыбыс болды? Үнді емес, ұяң емес. Неден тұрады? Өтірік айтпа. Тек қана өтірік айтпа. Тек салдырдан тұрады. Менің қасына әлем қонады. С, Т, Қ, Ш, К. Неше болды қатаң дауыссыз? Алтау болды. Жақсы, есте сақтаймыз. Қатаң дауыс. Болды. Ал енді тақтаға қарай, тақтада кітаптағы суреттерге, осы суретке қарасақ біз не көріп тұрмыз? Футбол ойнап жатыр, иә? Екі бала футбол ойнап жатыр. Және күн қандай? Тыңдаймыз. Жылы, иә? Күн жылы болды. Күн жылы кез, жаз мезгілі. Абайда балалар ақ қойса болады ма? Болады. Мәтін мұрасын осы бойынша. Сұлтан деп қояды. Бейбарыс пен Сұлтан жаздың күні далада футбол ойнады. Тыңдаймыз. Мәтін мұрасындар артынан. Жаздың күні футбол ойнады. Екеуіне доп ойнаған қызықты болды. Қандай сөйлем қосуға болады сурет бойынша? Апай, Бейбарыс пен Сұлтан жылы кезде ойнайды. Жаз Екеуі Бірге бір ойнайды. тағы. Екеуі Екеуі қандай достар? Тату достар екен. Ал мәтін айтыңдар соны. Кім құрап айтады соны? Бұл футбол алаңы. Балалар Доп ойнады. Бексұлтанмен Бейбарыс қолада футбол ойнады. футбол алаңында. Олар
Сөзің қажет сөз соңында ал айтамыз болды. Ал енді бірге кітаптағы жаңа сөздерге танысатын боламыз. Доп деген сөз бізге таныс, иә? Доп деген не? Топ дегенді топ деген не болмайды? Бөлінеміз бе Бірнеше адамның бірігіп жиналуы топ деп аталады. Мысалы, сендер бірінші қатар, бірінші топ, екінші топ, үшінші топ болып бөлінесіңдер ғой тапсырма жасағанда. Соны топ дейсіңдер, түсіндіңдер ма? Мысалы, Әлинұрдың тобы, Нұрханның тобы, топ. Екіншісінде сап. Бізде сап дегенде қатарға тұруды айтады. Сап. Қатарға тұрып, көбіне әскери адамдар немесе мектепке барып, үйге қайтасыңдар ғой, сендер сапқа тұрасыңдар. Тамаққа барғанда. Сап деген сөзін табылмаңыз. Сап. Өздерің ойланыңдар. Бірінші Сап. Қандай мағынасы бар сап деген сөз? Сап түзеп тұрамыз, одан басқа сап. Ненің сабы болады? Сапар емес, сап. Ненің сабы болады? Бұлдар болмайды. Балтаның сабы, балғаның сабы деген сияқты сап. Пышақтың сабы, ұстайтын жерін сап дейміз. Солай ма? Түзіп отыр. Қап сөзі. Мысалы, біз дәптердің қабын айтамыз, иә? Кітаптың қабын айтамыз. Қай кезде қап деп айтамыз? Әне, қараңдар. Дұрыс. Әне. Дұрыс. Картопты, құмды, көкөністі. Тағы да қап деген сөздің мағынасы бар ма? Жоқ па? Ойла. Қап деген не шығу екен? Әне. Дұрыс. Ұтылып қалғанда қап деп не үшін айтамыз? Қап деп не үшін айтамыз? Дұрыс, Айша. Өкінгенде қап әттеген-ай дейміз, иә? Сонда қап деген сөздің мағынасы үшеу екен. Ненің қабы? Дәптер, кітаптың қабы, көрпенің қабы жатқанда қаптаймыз. Одан басқа? Картоп салатын қап, мешок қап. Тыңдасаңшы. Одан кейін үшіншісі Айша айтты бізге. Өкінгенде қап әттеген-ай дейміз. Көрдік та? Қап деген сөздің үш мағынасы екен. Тыңда. Апа сөзі біз білеміз, иә? Апа біздің әжеміз. Арпа. Арпа бізде балалар дән болып табылады. Өздерінің үйлерінде тамаққа намысты жеген қосып жүрсіңдер. Бидай күріш сияқты. Бидай сияқты болып біледі. Арпа деген бидай күріш сияқты дән екен. Тыңдаймыз. Аспан. Аспан сөзі бізге таныс, иә? Ақпан. Ақпан бізде? Ақпан ол бізде? Айы. Ақпан айы қыстың екінші? Есте сақтаймыз. Қыстың үшінші айы ақпан екен. Көктемнің екінші айы кеше? Көктемнің екінші айы? Айша? Сәуір кеше айтқанбыз. Бүгін ақпанмен танысың. Ақпан қыстың үшінші айы екен. Ал енді балалар бірге оқиық. Доп, топ, сап, қап, апа, арпа, аспан, ақпан. Астымызда мәтін бар. Доп ойнау. Мектепте спорт алаңы бар.
Шағылушы. Ал екінші. Талапты. Талап. Болды ма? Ол не істейді? Ол қақпашы екен. Допты қалай соқты қақпаға? Дәл соққан екен. Неше бала осы жерде ойнаған? Екеу-ақ па? Екеу-ақ па? Тоқта, ойна. Бір, екі. Мен допты қақпаға дәлдеп соқтым. Шыншадан мен деп өзін айтты ғой. Оспан, Талап және мен дейді. Үш адам екен. Ал тыңдаймыз. Тақтаға қарай. Тақтада не берілген? Нелер анау берілген? Не берілген? Сөз бар, нелер берілген? Қазір не берілген? Сөздер емес қой балалардың. Нелер берілген? Ана дөңгелектерде не берілген? Ой, осы жерде бар. Буындар ғой балалар, сөз емес. Әлі қаттықтап отырған жоқ сабақты. Мен сол буындардан не құрау керек? Сөз, Сөз құрау керек. Ал аспан, аспан. Сосын екінші. дәп, Дәптер. Сосын ап, апан. бұл сөздер бізге таныс па? Таныс, апа енді дұрыс талдырмыз. Ана күйеуі не екен? Твердомен. Мақал бар. Топ, бала, топ. Тәсілін Ал күйеуі мақал тыңдаймыз. Мақалма не екен тыңдандар. Жанып баштатында жаттап ал. Топ бала, топ ойнайды топтала. Топ ойнайды, топ бала. топ тала. Нұрхан күп отыр. Жарайсың. Жаттап аламыз. Ал баяғы жаттап алды. Топ тала. Топ ойнайды. Доп ойнайды. Айт. Топ тала. Топ тала. Топ талып алып дейміз. Алена айтады. Доп ойнайды. Доп ойнайды. Топ тала. Жарайсың. Оны екен, иә? Үйден жаттап аламыз, жаттамағандар, иә? Бәріміз. Күйеуі жаттап келеміз. Не екен күйеуі берілген? Мақал екен? Жаңыз баш екен. Болды. Ал. Оңай беке. Апай тыңдаймыз. Надо істейте. Қазір бала. Алинур. Алина, тыңдашы. Қазір тақтадағы берілген сөздерге дыбыстық талдау жасаймыз. Кім тақтаға шығады? Дыбыстық талдау Асыл жасауға. топ мәліметтермен қойып жұмыс қалады.
айтып бересіңдер. Кім барады? Бара бер. Шапан. Ш. Қоя бер, бұл. Дұрыс. Нұрхан, қоя бер, артынан ауызша айтып бересің. Дұрыс, бол. Тамаша. Жарайсың, Раяның қолында. Бір, қол соғамыз. Бір, үй бар сияқты толық айтты. Келесі. Жоқ, сен емес, басқа. Айсез не қол көтермейміз? Сапия не қол көтермей отырмыз? Екі Сапия. Дарын, Айша қол көтереміз. Айбике, Алинұр. Айта қойын, кез. Ауызша айт, Нұрхан. Бәрін ыстаймыз. Шопан деген сөз. Тамаша, қай сөз шықты сенде? Қандай сөз шықты? Тамаша, шопан деген кім? Қой? Бағатын адам, шопан екен. Тамаша. Келесі. Раяна, қоя бер, артынан айтасың. Қоя бер, артынан айтасың. Қойып таста айтасың. Келесі. Кім шығады? Алияна айтты ма? Кім шығады? Айтты ба Алияна? Жоқ, айтқан жоқ. Айта қой енді. Өтірші. Шуан, дауысты дыбыс. Бak. Тамаша. Алияна қосамыз. Бір. Алияна тыңдаймыз. Сөйле. Дауысты дыбыс. Тамаша, келесі. Ар. Бір. Тұр. Дыбыс. Тамаша, Раяна қосын. Бір. Бәрін де сұрап, апайламашы. Келесі. Кім шығады? Шығыңдар. Мынау не екен? Бидай емес, ар. Бидай бақсыз. Арпа. Бара ғой, арпа. Кім? Арпа, кім бара ғой? Сапия, телефон, кез. Дарын, кітапқа барамыз. Кітаппен сөзге. Дарын, бұл. Шыққандардың бәрі тамаша. Алияна, жарайсың. Бәрі мұқты біліп жатыр. Арпа, телефон, Сапия. Тез төрт ақ алып етін сенде. Дарын, ана көкті де алып еді, кітап дегендегі. Тез қой енді. Ал Сапияны тыңдаймыз. Қолыңды шұқыптың көрсет, бәрін тыңдаймыз. Тамаша. Дауыссыз. Қол бүгінгі. Тамаша. Тамаша. Ана көп майын табысыншы. Кітап көзін. Жарайсың, қол соғамыз. Қақташықтың бәрі мұқты көріп. Айта ғой. Бәрін кішкене былайырақ тұршы. Аналарға көрінсін. Қолыңмен көрсін. Не стоит не бар. Шықы, тез. К.
қалмайды екен. Тамаша. Апа енді дәптерді. Болды, иә? Ал, кеттік дәптерге. Сосын мынаны Ол неге ұқсайды екен? Жазба тыңға ұқсайды. Тының неше таяғы бар? 3. Ал бұда қайсысы оңай жазуға? Ол оңай екен. Есте сақтайды. Тының 2 таяғы бар. Қиын. Бағына бардың ғой? Барып кел жүр. Не болған бұл бағына? Тұр, отыр, жазшы. Тының таяғы 3 қиын болған, ол оңай екен. Кіші әріпті де ұқсай ма тұрады? Ұқсайды. Тында 3 таяқ, бұда 2 таяқ. Бүгін бізде тыны жақсы түкте, қиын емес, ол оңай екен. Әдемі етіп жазамыз. Тура тыға ұқсайды екен, таяғы 2 бар екен. Оңай. Айтып отырамыз. Апайның астында қаласында Tabii Türk kuşaksızsın. Sen şey kızıl kurtun gittiğinde. Aşağıda kızım. Okuma yeken. Bak qanday жақсы болды. Тыны үйреніп алғаныңыз бұл оңай болды. Бұрын тыны Тыныш сөйлемей отырайықшы бала. Söz verilmekti ya, korkma ayaklarına değildi. Söz verilmekti. Olmay ekan bu. Söz de yok. Korkma ayaklar. Sen әдемі жазып шықтыңшы, әдемі жаз. Енді кім бітіріп қойды, дұрыстық талдауға дайындалып отырамыз. Берілген сурет бойынша. Өздері айтады, соң кейін сіз айтсын, соң кейін айтсын өздері, сөйлесін. Онда бірінші жазып көтермейді. Әдемі жазамыз, әдемі жазамыз. Екеуін алыс жазып көрдім, өтірік жазбасын, жаман жазып. Мынадан көтеріп, содан кейін мынау жақынырақ жазамыз, сенікі алыс. Семіз болып мына шын алайын ба? Екеуі жақынырақ тұрады. Қалқағын әдемілеп білеміз. Содан кейін жанына шыны әдемілеп жазамыз. Қалай солай жазасың, мен келіп қарап тұрмын саған. А сияқты таяқ көтереміз, таяқ. Мынаны жақынырақ ұстаймыз. Қара алдынан қалқағын киіп әдемілеп. Кейін шырағын тұрып қалады. Әдемі жазамыз, енді біреу сияқты. Енді бір сияқты. Әдемі жазамыз, әдемі жазамыз. Семіз қол болып кетіп жүрмесін. Екі таяқ бір-біріне жабысып қалмасын, дұрыс жазамыз. Бұны жазып оңай ғой, қыз сияқты. Бұдан да әдемі жазамыз. Үйде бұдан да әдемі жазамыз. Елінің асыл жазасың. Кесім шақтар, қайда қойды? Мен мынау қалай ұсты жазып, мен осылай жазып едім ба? А ұрысса ренжисің ұрысты деп. Не мынау? Қара не қасында қыз, қалай жазды? Не қалай ұсты осылай жазсамдар дедім ба? Не, қара қасында кіші әрпі бар. Бар. Мына кіші әрпі қайда? Қайда мына кіші әрпі? Мына кіші әрпі қайда? Мынанікі қайда? Мынанікі қайда? Неге қасыңыз қалай ұсты жазасың? Мен айтқан жоқпын. Ойлап просто. Екінші тапсырмаға қарап, ең нашар жазып отыр, елдің асығып, кіші бар жоқ. Қалай осы солай? Мен қалай солай бітіре салтай балалар деген жоқпыз ғой, ата екеуміз. Әдемі жазамыз, әдемі жазамыз деп айғайлап жатырмыз. Әлі біткен жоқ не әдемі жазамыз деп. А сен қалай солай жазып бітіре салып отырсың?
Міне бейбарыс әлі біткен жоқ, мықты оқушы болса да. Өйткені әдемі жазайын деп отыр. Апай мына үстіне басып жазылды ғой. Ана телефоны. Мынау не? Енді бітті. Ай сезім. Міне бейбарыс. Енді бітті. Не ол қорқынышты? Қасқырдың қашып жазың ба? А? Балалар қасқырдан қашса былай жазамыз. Бүйтіп жүріп жазамыз. Солай ма? Атасы отырып жазасың ба? Әдемі жазу керек қой. Немесе мама таяқ түріп аласың, сода осылай жазады. Мамадан ойбай деп қашып жүр. Ешкім болған жоқ қой сендер. Фарида қайтып қалады ма? Таяқ алып, аяғыма қайтып қалады ма? Біреуден қашып жүрген сияқты тұр. Міне қарашы қандай әдемі жаздым. Үйде бұдан да әдемі жазамыз. Ариана әлі біткен жоқ міне. Асылбек әлі біткен жоқ, әдемі жазайын деп. Тез жазамыз, тезірек жаз. Бенұр тез жаз деген жоқпын ғой, мен ешқашан саған тез жаз деп айтпаймын. Арианаға айтамын тез жаз деп, тез деп. Болдық па? Ал, енді суретпен жұмыс. Не көріп тұрмыз? Дәл ортада. Дәл ортада. Дәл ортада. Әдемілеп бастырыңдар. Дәл ортада. Бұның қандай әрпі? Бас әрпі ма, кіші әрпі ма? Бас әрпі. Дәл ортада бастыр үстінен. Әдемілеп бастырдық па? Енді көп сурет көріп тұрмыз. Бірінші сурет. Әріпі. Оның астында. Кітап. Одан кейін. До. Одан кейін. Енді осының апай айтады. Дыбыстық сызбасын жаса. Әрқайсының астына не жасаймыз? Дыбыстық сызба жасаймыз. Қалай? Мысалы, мынадай әріппенің суреті көрсен еді. Мынау әріппе апай сыз қойдым. Осының астына дыбыстық талдауды қалай жасаймыз? Төрт бұрыштап сызамыз. Әріппе дегенде қанша әріп? Қанша әріп? 6 әріп. Тамаша. Ендеше мынаны нешеге бөлеміз? 6-ға бөлеміз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Апай қарындашпен бар. Жай қарындашпен. Тура осылай саламыз. Мен де қарындашпен апа. Апа не де бар? Міне әріппе деген жазу, е? Кімде көріп жүрміз? Қанша әріп екен? 6. Екі не бар екен? Ортасына екі не бар екен бірдей? Қай әріппен екеу екен әріппе дегенде? Дұрыс, қой екеу екен. Әріппе. Апай менде жоқ. Не жоқ? Жоқ, қарындашпен. Жай қарындашпен сыз. Неге жоқ? Енді дыбыстық талдау жасап. Сыздық па, 6-ға бөлдік па? Неге 6 тоғыз жасады басында? Әріппе дегенде неге 6 тоғыз жасады? Айтып отырсың. Өйткені 6 әріп. Жасадық па? Енді осыған сызамыз ішіне. İşte daha İşine жарай жазсыңдаршы, әріп деген сөз есте қалсын. Жазыңдар ішіне. Не деп жазасыңдар? Біріншіге екіншіге. Ер сызып бітті ананы. Әріпке деп жазған сен әлі отырсың, қара. Әріпке деп жазыңдар ішіне. Жаз енді ағай. Сүңгин, 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 тағы екі екен. Сүңгин, тамаша. Енді астына қызыл көкпен дөңгелек қойып шығады. Кітаптен неше Балалар бүйтіңдерші. Бәрі бүйтші. Мынаған әріппе
Әліпби дегенде еркін қой есімізде қалсын деп жаздық. Қалғанына жазбаймыз. Астына сызбасын сызамыз, ішін қызыл көк дөңгелекпен бояймыз. Түсінікті ме? Әліпби дегенде жаздық, қалған доп, кітап, карта дегенде жазбаймыз. Ағай, кітап дегенде неше торгөз болады? Неше торгөз? Кітап дегенде масқара. Кітап дегенде? Кітап дегенде? Бесеу қой, бесеу. Бәсеме көп тұқсыз отыр дейм. Бесеу әй. Доп дегенде? Доп дегенде? Үшеу. Карта дегенде? Карта дегенде? Карта дегенде? Бес. Екісіне сүй. Міне, әрі отырсын Айша. Бұлай астына сызамыз. Кітап дегенде 5 әріп екен, 5 торғыз. Доп дегенде 3 екен, әрі отырсын. Апайламашы. Әрі отырсын. Міне, 3 екен, 5 екен. Есте сызсаш, еп әрі отырсын. Әріппе деген жазамайсыз ба? Міне, кітап қысыр. Қалғанына жазбаймыз, кітап деп жазбаймыз, қызыл көк дөңгелектер қоямыз. Әне апай тауып жатыр сендерге. Әне. Міне жерде әріппе тұр, міне жерде доп тұр, міне доп дегенде неше тұр көз? Үшеу. Міне жерде кітап тұр, кітап дегенде неше екен? Бесеу. Міне жерде карта тұр. Бесеу. Болды, енді астына салыңдар көргөздер, не отырсын. Көргөздер саламыз, іші қызыл көкпен жаңа магнитпен толтырып, сол сияқты толтырамыз. Тиспен өз сызсын. Отыр. Тұрғын міне. Былайна сыз көргөз астына. Соның ішіне сал қызыл көк дөңгелек. Несін сұрайсың? Сен әрде істейсің бе? Көзін ашшы, аш көзін, былай аш. Әмен тақтазы. Кітап тұр, астында көргөзі тұр. Доп тұр, астында көргөзі тұр. Карта тұр, астында көргөзі. Салы деді. Ішіне қызыл көкті боя деді. Сен не жұмысын жасап тұрсың? Бояның ба? Бітті міне ұмытқан. Көргөзінің ішіне боямайсың, неге суықта бояйды? Жаңағыда сендер магнитті қажеті қойдыңдар, торғыздың ішіне қойдыңдар қойып. Үлкен қып сіз торғыз, түк көрінбейді. Жарамайды бұл. Қайтадан үлкен қып кәдімгі мынандай қып жөнбейсіз. Не мынау? Ештеңе көрінбейді. Жай қарындашпен сіз дедік, ручкамен сіз отырдық. Әлінің өзі ортай алмайды, айбекке қарап отыр. Торғыз үлкен, әдемілеп сіз болады. Міне, бітті міне. Кітап, бейбарс бітті, жарайсың. Раяна бітті, әлі отыр аузына. Не, сол бітті ғой, сол бітті сіз мен түсінбеймін. Там не видно, там дәптерін көргөзсек мынандай білем не, үшеу қысылып, шын доп дегенде дауысында көрсетіп, дөп дегенде қайтады. Қайда қойдың? Қандай мұжымасыңдар. Көрсетіп жасауға болады ғой? Бала мынандай үлкен болып көрсетіп сызуға болады ғой? Ең кішкене көрінбейді ештеңе. Міне көрініп тұр, доп дегенде, міне көрініп тұр. Мынау не картаға жақсы тұрсаңыз, кітапқа. Тұр ғой ме орын астында? Сосиска алып келгенше карандаш алып тұр. Жол орында сұрап
дейсің. Ішін боя мына не істейсің? Боя ішін қызыл көктен. Сұра. Ayşe, ver şu kızı. İçeri Жерде жатыр ма? Міне басында еңгейсең жерде жатыр. Ой, қандай қиынбыз. Ол көздерге бөліп ортасын қызыл көппен боясаң болды емес па? Не отырсың, болсаңшы, не отырсың? Доп дегенде үшеу екен, сыспайсың ба? Ой, білмеймін, басы қандай басқа. Апа, әсетім бітті. Орындардың бар ма? Қайдан? Доп деген соң алысып жатыр десең. Тамаша. Дөңгелек қалсақ сен 4 үш болды. Болды 4 үш. Неге жабысып? Мынау сияқты бөлек тұр деп. Бөлек жасап алып неге жабысып ұқсайсың да? Мен түсінбеймін, әлі дейсің. Әне тақтаға қарашы әне. Так, бөлек тұр 4 үш. Суретте де тұр. Не ол суретке жабысып тастап отырсың да? Неге жабысып қалған? Неге жабысып қалған? Бұлай бөлек тұрса болмай ма? Ол дейсің. Ерініп жарайсың, шамасы келгенше орындады. Отырып, дана отырсың, бітір ол тез ел сияқты. Тек кішкентай сызылыпсың. Бол тез. Ал кім ауызша тез-тез? Доп деген сөз бер. Айта ғой. Доп деген сөз оның біреуі дауысты, екеуі дауысты. Ян дауысты. О. Ашын ерінді, ван дауысты. Бұл қатан дауысты. Тамаша. Абдужаппар, кітап деген сөз. Тыңдаймыз. Кітап деген сөзде. 5 әріп 5 плюс болшы. Дауыссыз дыбыс. Езулік. Ашқа қысаң ба? Қысаң. Жуанға жұмыш келмін. Дауысты дыбыс. Т. Ол кезде. Дауысты дыбыс. Дауысты. А. Жуан. Дауысты дыбыс. П соңында бүгінгі. Ай. Қатаң дауыссыз дыбыс жаттаймыз. Парта деген сөзге дыбыс қалдау. Раяна несі өтсін? Алинұр айтады. Парта деген сөзге дыбыс қалдау. Тыңдаймыз. Парта деген сөзде жақсы болды 4 әрі. Парта деген сөзде 5 әрі 5 плюс екен. Қаяқта төртеу болсын ба? П. Қар болды. Қар деген соң Т. Қандай? Көк екен. Дауыссыз дыбыс. Содан кейін соңында нешеу екен? 5 екен. 4-еу деп отыр. Болдық па? Ал, дәптерді жабамыз. Өте әдемі жасады. Міне Нұрпан тамаша жасады. Бәрі көріп тұр. Жабысқан жоқ мен. Бейбарыс, міне, кітап төлеп, мен дұрысталда бөліп. Жабысқан жоқ ешқандай. Аяқын. Жақсы, өздерің жина, өздерің. Өздерің отыр, парталарға жина. Дәптер жарайсың. Тамаша. Әдейі, тамаша жасады. Артынан алуға бір-бірден тастаймыз. Sonunda A dağıstı. Hadi gitti. Alina, alkışlayın. Al
апаның. Ben de son kısımda bir sürü özlemiş. Apa ne? Oku. Şı. Şıkta. Şapma. Şihu.